достар, бүгін мен қарындасымды ренжітіп алғам бір. Амина деген соны ренжітіп алғам. Ана айтқам ғой, тек давай. Амина өзі менен тығып қалды да, тығылмайғанда Женшеге айтқанда, Женше білмеймін деді, соның астында жатыр шығар дедім. Екеуің тығылып жатыр екенсіңдер ғой. Сосын Амина сосын деген Аминаға айтқам болды мен сен әпшең емеспін деген ол. Сосын соған айтқам соған үйініп барып сөйтіп ренжітіп алдым. Мен бұрынғы үйде сода жатыр. Мен ренжітіп алдым. Енді Мединаны ренжітпеймін мен үйде. Просто ренжіп қалды да просто так ренжітті. Мен сондықтан достар сіздерге айтайын. Енді Мединаны ренжітпеңіздер. Енді мен не істеймін ғой тек андай айтқам. Женше Амина қайда деген. Женшеден сұрағанда Женше айтты. Анастың астына тығылып жатыр деді. Мен сіз не үшін тығыласыңдар деп. Мен сен әпшем болмайын деп өтірік айтсам ғой. Игнор бірақ. Мен оны әлі сөйлемей жүрмін. Қазір барғанда пранк деп айта салған игнор деп. Мен оны қатты жақсы көремін. Өзім түріне ұқсайды. Қазір видеоның жалғасын осылай көрсетемін. Жарайды, лайк басып кетіңіздер. Сіздер менің подписчиктерім көбейе беріңіздер. Бұның жалғасын кейін түсіремін. Әлі қазір түсіретін далада жүрген жар ойнап ақылы жасап. Достар, енді мен неқтай келе тұрғам. Бізде деген қандай қала екен көрсет. Қандай қала емес енді қар екен. Мынаны қарасаңдаршы достар. Мұздай қар. Қатып қалады мұздай ғой. Мынаны қараңыздар. Ойбай. Қолдан кетті достар. Давайте осыған комментарий лайк басқан. Мана айтқам. Соларды мен Мединаны ешқашан ренжітпеймін. Бір ренжітемін. Деп қалады. Бірақ ол андай сөйлемеймін мамасының қасынан кетпей ол жүрмейді. Мен Амина шақырып келген кезде сосын ол шақырмайды емес шақырады. Давай достар.